Олимпиада ойындарында қазақстандық спортшылардың бағасын қасақана төмендетті делінген. Қазақстан атынан төрешілік жасаған судьяға қатысты еліміздің мәнерлеп сырғанау одағы пікір білдірді. Алдымен мына әңгіменің әлқиссасын айтып алайық, түсіндіріп. Даудың басында Олимпиадаға Қазақстанның атынан барған ресейлік төреші Надежда Парецкаяның шешімі беріп тұр. Оның бағалау принципі жалпы спорт сүйер қауым мен сарапшылар арасында қызу талқы тудырып, төрешілік этика мәселесін алға шығарған еді. Гәптің бәрі ресейлік спортшы Аделя Петросянның өнер көрсетуінен басталады. Еркін бағдарлама кезінде Петросян 4 айналымдық тұлыпты орындау кезінде мұзға құлап түсті. Бәріңіз көрдіңіздер. Мұндай қателік әдетте ұпайдың айтарлықтай кемуіне әкелсе де, Парецкая спортшыға ең жоғарғы 147-те 4 ұпай берген. Бұл көрсеткіш басқа төрешілердің бағасынан әлдеқайда жоғары. Есесіне Петросян жалпы есепте 6-шы орынға тағам тіреді. Ал қазақстандық София Самоделкинаға келгенде төрешінің ұстанымы күрт өзгеріп шыға келген. Самоделкинаға қойылған төмен ұпай оны турнирлік кестеде 10-шы орынға түсіріп тастады. Бұл жағдай жанкүйерлер арасында төреші өз елінің намысын қорғаған спортшыға қиянат жасады ма деген заңды күмән тудырды әр жерде. Төреші тарапынан көрсетілген қысым мұнымен тоқтаған жоқ. Ерлер арасындағы бәсекеде көшбасшылар қатарында келе жатқан Михаил Шайдоров та Парецкаяның төмен баға сүзгісіне ілікті. Бұл әрекет спортшыны тығырыққа тіреп, оны еркін бағдарламада тәуекелге баруға 5 бірдей секіру элементін орындауға мәжбүр етті. Алайда психологиялық және ұпайлық соққыға қарамастан біздің Шайдоров бұздан нағыз мінез көрсетіп, Олимпиада чемпионы атанды. Дау шыққан соң Қазақстанның мәнерлеп сырғанау одағы ресми мәлімдеме жасауына тура келді. Олардың пікірінше бұл мәселеге нүкте қоятын жалғыз орган халықаралық конькишілер одағы. Ал Қазақстан атынан қатысқан өкіл барлық халықаралық талаптарға сай келеді екен. Солардың пікірінше. Сонымен бірге одақ жанкүйерлерге эмоцияға берілмей жағымсыз пікірлерден аулақ болуға шақырды. Дегенмен бұл мәлімдеме спорттық әділдікті аңсаған қауымның көкейіндегі сұрақтарға толық жауап берді деп айта алмаймыз. Айтарымыз тек бір ғана сөз. Біркем дүние немесе no comment.